Мен бұл істі саған сеніп тапсырдым. Сені Дубайға жіберу үшін қыруар ақша жұмсадым. Ал сен Қызыл Рубинді сендіре алмадың. Бірақ уайымдама, сен менеджер болып қала бересің. Онымен келіссөз жүргізу үшін мен жаңа өкіл жібердім. Жаңа өкіл ме? Сіз шынымен бір әйел мұныменен жақсырақ істей алады деп ойлайсыз ба? Меніңше, сенің бұлай сөйлеуге қақың жоқ. Ол сен қол жеткізе алмаған нәтижені көрсететініне сенімдімін. Алло, жетістіктер қалай? Бәрі дұрыс па? Ертеңгі Қызыл Рубинмен кездесуге дайынсың ба? Бәрі бақылауда, шеф. Ертең үлкен күн. Бизнес-класс үшін рахмет. Ол біздің ұсынысымызды қабылдағанда маған алғыс айтасың. Демал, қайырлы түн. Бұл біздің қосымша. Ол сіздің компанияңызды жаңа деңгейге шығарады. Ол ұсыныс өте әсерлі. Мен сізге сенім артамын. Келістік. Назар аударыңыздар, мырзалар, мен сіздерге ерекше адамды таныстырғым келеді. Ол Дубайға барып біздің фирманың тарихындағы ең ірі келісімшартты жапты. Жоқ, бұл ол болуы мүмкін емес. Шеф, сіз мүлде көрдіңіз бе? Ол алмас емес, ол жай ғана арзан бижутерия. Есінде болсын. Көбіне бижутерия кез келген алмаздан әлде қайда қымбат тұрады. Мен мұны бұлай қалдырмаймын. Сен әлі өкінесің.